Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, логарифмдік теңдеулер тақырыбындағы оқыту семинарына қош келдіңіздер. Осы тақырып аясында логарифмдік теңдеулерді потенциалдау, жаңа айнымалы енгізу және де логарифмдерді бірдей негізге келтіру әдістерімен шешуді қарастырамыз. Біздің сабағымыз логарифмдерді бір негізге келтіру арқылы логарифмдік теңдеуді шешу тақырыбына арналған. Ең алдымен бұл әдіс қандай логарифмдік теңдеулерді шешуге қолайлы екенін анықтайық. Әрі қарай шешімнің қалай орындалатынын қарастырамыз. Соңында осы әдісті пайдаланып бірнеше сипаттамалық логарифмдік теңдеулерді шешуді қарастыратын боламыз. Ендеше бастайық. Алдымен логарифмдерді бір негізге келтіру арқылы қандай логарифмдік теңдеулерді шешуге болатынын қарастырайық. Әлбетте, бұл әдіс теңдеудің негізі әртүрлі логарифмдерден тұратын болғанда қолданады. Яғни теңдеудің түрі мына түрде болу керек. Логарифм А негізі бойынша fx тең логарифм b негізі бойынша gx. Егер теңдеудің негізі әртүрлі логарифмдер болса, онда ең алдымен бір негізден басқа негізге көшу немесе өту формулаларын пайдаланып, барлық логарифмдерді бір негізге келтіру керек. Жоғарыда айтылғандардың іс жүзінде қандай жүзеге асыратынын көрейік. Бірнеше мысалдарды шешімдермен бірге қарастырайық. Ол үшін келесі логарифмдік теңдеулерді осы әдіс арқылы шешеміз. Біріншісі өте қарапайым, ол бойынша біз шешу әдісін түсініп аламыз. Екіншісі сәл күрделірек, ол бойынша алған білімімізді тиянақтайтын боламыз. Бұл берілген логарифмдік теңдеу, ол жерде логарифмнің негіздері әртүрлі. Бұл теңдеуді шешу үшін логарифмдердің негіздерін бірдей негізге келтіреміз. Кез келген логарифмдік теңдеулерді немесе теңсіздерді шешкен кезде біз әрқашан теңдеудегі әрбір логарифм үшін мүмкін мәндер жиынын анықтайтын боламыз. Біздің жағдайда mmж x үлкен 0. Алдымен 25-ті біз 5-тің квадраты деп жазып аламыз. Содан кейін логарифм a дәрежесі r негіз бойынша b тең 1 бөлінген r көбейту логарифм a негіз бойынша b логарифмнің қасиетін пайдаланып түрлендіреміз. Яғни логарифмнің негізінің көрсеткіші -1 дәрежесіне асырамыздағы бұл санды логарифм алдына көбейткіш ретінде шығаруға болатынын білеміз. Осылайша біз барлық логарифмдерді 5 негізге келтіреміз. Әрі қарай жақшаның алдына логарифм 5 негіз бойынша x-ті ортақ коэффициент ретінде шығарамыз және есептеулерді орындағаннан кейін логарифм 5 негіз бойынша x тең 2 деген теңдеуін аламыз. X мәнін логарифм анықтамасы бойынша табамыз, яғни x тең 25 деген түбірді аламыз. Енді бұл түбірімізді мүмкін мәндер жиынына тексеретін болсақ, x тең 25 деген жауапты аламыз. Бұл түбір берілген теңдеудің түбірі болып табылады. Енді екінші логарифмдік теңдеуге көшейік. Оның негізі әртүрлі, бірақ логарифм астында өрнектер бірдей логарифмдерден тұрады. Мұндай теңдеулерді де біз бірдей негізге келтіру арқылы шешетін боламыз. Ең алдымен теңдеудегі әрбір логарифм үшін мүмкін мәндер жиын анықтаймыз. Біздің жағдайда ол x үлкен тең 0 болады. Біріншіден біз логарифмдерді түрлендіреміз. Бір негізден басқа негізге көшу формуласын пайдаланып, барлық логарифмдерді 2 негізге келтіреміз. Үшінші қосылғыштағы логарифм 4 негізді біз логарифм 2 негізге келтіреміз. Ол үшін біз бір негізден басқа негізге көшу формуласын пайдаланамыз. Екінші қосылғыштағы логарифм 16 негізді логарифм 2 негізге келтіреміз. Осылайша логарифмдердің барлығын бірдей негізге келтіргеннен кейін біз негіздері бірдей, логарифм астындағы өрнекте бірдей болатын теңдеуді аламыз. Әрі қарай бірінші мысалдағыдай логарифмнің таңбасын жақшадан шығарып, қарапайым есептеулерден кейін ең қарапайым логарифмдік теңдеуді аламыз. X мәнін логарифм анықтамасы бойынша табамыз, ол x тең 16-ға тең болады. Бұл түбіріміз мүмкін мәндер жиынына қойып тексеретін болсақ, ол толығымен мүмкін мәндер жиынын қанағаттандырады. Сонымен бір түбірді аламыз, ол x тең 16 болады. Назарларыңызға рахмет.